Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Біз қазір қарқынды баудың ішінде тұрмыз. Қарқынды баудың дәстүрлі баудан айырмашылығы, бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай алма ағаштарының түп саны өте көп болады. Ол енді алманың құрылысына байланысты және оның отырғызылу тәсіліне байланысты 1000 данадан 5000 данаға дейін жетеді. Енді бізде көбінесе қолданылатын сол 2000, сол 2500-ға дейін данасы қолданылады. Көшеттердің саны. Және бұл жердегі қарқынды баулардың ең басты ерекшеліктердің бірі, бұлар 3-ші жылы өнім бере бастайды, яғни ерте жеміс беруге көшеді. Және де бұлардың ерекшеліктерінің бірі, бұлар міндетті түрде мынандай қорғанышты бағаналарға байланады. Өйткені бұлардың ерекшеліктері өздерінің бағаналық құрылысы әлсіздеу болады. Бойындағы жемістер, бұтақтары ауыр болған кезде оны көтере алмай қисайып сынуына әкеп соғатын болғандықтан бұларды мынандай бағаналарға байлайтын болады. Бұталарымен және өздерінің бағаналық бұталарымен. Және бұларда бір ерекшеліктерінің бірі, бұл жерде мына жерде телінген болады, асты мен үсті. Және телінудегі мақсаттарының, телінетін себептерінің бірі, астыңғылары, бұл подвойлары, бұлардың тез өнім беруіне әкеп соғуына көмектесетін болады. Және бұлардың тамырлары, жаңағыдай бұның әлсіздігінің бір себебі, бұлар әлсіз. Өйткені организм әлсіз болғандықтан, жануарлар өсімдіктер әлемінде әлсіз болған кезде, олар артынан өнім қалдыруға тырысады. Ол бәрімізге белгілі. Сол кезде бұлар табиғи қолдан әлсіздендірілгендіктен бұлар тез өнім бере бастайды, яғни 3-ші жылы өнім беруге көшетін болады. Сол үшін бұның тамырлары терең кетпейді. Және тамыр терең кетпеген, яғни қоректік элементтерді олар көп сіңіре алмайды топырақтан. Сол үшін де қарқынды баудың тағы да бір ерекшелігі, ол міндетті түрде максималды түрде тыңайтқыш беру. Және бұл жаңағыдай әлсіздендірілгендіктен бұның ауруларға қарсы, зиянкестерге тұру қарсылық қабілеті кішкене төмендеу болады. Сол үшін ол міндетті түрде тыңайтқышты максималды түрде беру. Қорғаныш, яғни аурулардың, зиянкестерден қорғайтын құралдарды максималды түрде пайдалану. Және де бұның арасы жақын болғандықтан кесу бұтауды барынша тиімді пайдалану. Яғни бұның бастапқы ерекшеліктерінің бірі осы болып саналады. Барлығыңызға рахмет.